Республикалық мемлекеттік кәсіпорны Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне сәйкес бас бостандығынан айырылған және түзету бөлімінде жатқан азаматтарды өндірістік шаруашылық саласына еңбекке тартатын мекеме 2008 жылы Қазақстан Республикасы парламентінің нөмірі 335 қаулысы негізінде құрылған. Еліміздің әр аймағында филиалдары құрылып, темір торға қамалған азаматтарды жұмысқа баулып, бос уақытын барынша пайдалы өткізуге атсалысып жүрген органдардың бірі. Павлодар облысында да еңбек кәсіпорны ниеттенгендердің екі қолына бір күрек тауып беріп жүргеніне 20 жылдан асқан. Аға шебер Ермек Мұхамеджаров бостандығынан айырылған қызметкерлермен жұмыс істегеніне көп болған. Кейінгі жылдар кәсіпорында оң өзгерістер орын алған жеткізуде. Осы темір-бетон цехымыз біздің мына 24-ші участоктың 20 жылдай осындай темір-бетон бұйымдарын шығарып жатыр. 20 жылдай болып қалды. Қазір бүкіл ФБС деген блоктардың бүкіл бұйымдарын шығарамыз. Плита, пустотка, ПК 63-ден бастап, 63-ден бастап төмен бүкіл нелерін маркаларын шығарамыз. Сосын стандартталған перемычка деген көп-көп бұйымдар жасаймыз. Стандартсыз мердігерлердің сызығымен жасалған сондай стандартсыз темір-бетон бұйымдар шығарамыз. Оған мүмкіншілік бәрі бар, оборудование көріп тұрсыздар бәрі бар. Адам міне осында бүгінгі күн 26 адам жұмыс істейді. Заказ көп болғанда 3 сменалық жұмыс істейміз цехта. Ақылы өздерінің жалақыларын алып тұрады кісілеріміз, адамдарымыз. Үйлеріне жіберіп тұрады, өздеріне ол жағынан ешқандай кедергі жоқ. Міне осында отырған азаматтар, сотталған, бас бостандығынан айырылған азаматтар, ертең бұл кісілер бәрі бостандыққа шығады. Сонда бостандыққа шыққанда өзіміздің міне қоғамға жақсы кіргендей, жақсы ертең жұмыс істегендей, осында міне жұмыс істеп, осында білмейтіндерге үйреніп, ертең өзіміздің міне жақсы азаматтар болуына міне осындай міне жұмыстар керек. Неге десеңіздер, осында мен жұмыс істегесіне ертең бостандыққа шыққанда өзінің орнын табуға жеңіл болады ол кісілерге. Ал енді жұмыс істемеймін деген кісілер, ол міне бізде жыл соңында жатыр. Олар енді білмеймін ертең келешегі қалай болады. Ал біздің міне осында істейтін жігіттер өздері тырмысады, бірдеңе жалақы табайық, бірдеңеге үйренейік. Ертең сол табысымыз үйдің жақсылығына бұйырады деп, сол өздерінің жанұяларына, балаларына көмек жәрдем жасайды. Өзім осы мекемеде 8 жыл уақыт болды отырғаныма. Осы еңбек Павлодар құрылысында 6 жыл жұмыс істеп жатырмын. Еңбек ақымызды аламыз, есіктеріміз болса, есіктерімізді жабамыз. Кейбір сотталғандар үйлеріне болсады. Жоқ, негізі осы мамандық емес, осы жерге келіп, көп нәрсеге үйреніп, негізі көп нәрсеге үйреніп. Бетон құюға өзім қазір слесарь болып жұмыс істеймін. Моторларды жөндеймін, қираған, вибрат, стол, не мына жұмысқа қажетті, не бұзылады, соны түгелін ондайым. Сол көп нәрсеге үйреніп алдым. Әлі 7 жыл бар. Мүмкін, ондай да ойлар бар. Кейде еңбегім көп болғанда үйге болсам, бауырларым бар, бұларға бір сыйлық ретінде бір нәрсе жасап, істеп, көмектесіп тұрамыз. Адамға еңбек деген бұл өте қажетті нәрсе. Өйткені еңбек адамды көп нәрсеге үйретеді. Сондықтан мен бүйтіп сотталғандар еңбек еткенді дұрыс деп санаймын. Түзету мекемесіндегі бірінші бекет наубайхана. Қарапайым ұн, су мен аштықыдан мұндағылар күніне 2 мәрте нан пісіріп келеді. Есесіне мекеме нан қажеттілігін 100% өздері жауып отыр. Кейін тігін цеха. Шыдамдылық пен ұқыптылықта жұмыс істей алатындары мұнда киім тігеді. Көрініп тұрғандай сотталғандардың үстіндегі бірыңғай киімі, бас киімі бәрі де осы жерде тігіледі. Металл өңдеу цехы.
Алюминий мен өзге де металдар қорытпасынан мұндағы мамандар тікен сымдары мен рабица торларын жасап шығарады. Кейін олар осындай иірімдерге жиналып, қала нарығына саудаға шығарылады. Карантиннің кезінде аса жоғары сұранысқа ие болған дүниенің бірі металл вагондары. Тасымалдауға жеңіл, жел, жаңбыр мен өзге де табиғи үрдістерден қорғайтын вагондарға деген сұраныс жақсы болған. Санитарлық бекеттер де осындай вагондардан жасалған еді. Автокөлікке техникалық қызмет көрсету бекеті қаладан нарықтағы бағадан төмен етіп, шанақ жұмыстары атқарылады. Көліктің есігі, капот, шатыры сынды жерлердегі шанақ жұмыстар мамандар тиянақтап жасап береді. Атап өтері 2021 жылдың наурызынан бастап еңбек Павлодар кәсіпорны арқасында Павлодардағы барлық түзету мекемелерінде асхана, жергілікті сотталған азаматтар жұмысқа тұрып, тамақтану саласы толықтай қамтылып отыр. У нас пятидневка, суббота-воскресенье выходной. Аптасына 5 күн жұмыс істейміз, сенбі, жексенбі демалыс. Жұмыс таңғы 8-де басталып, 17:00-де аяқталады. Таңғы астарын ішіп алғаннан кейін бізден өндірістік аймаққа шығады мұндағылар. Бірі сағаттап жұмыс істейді, айына шамамен 42-45 мың теңге жалақы алады. Көбіне жұмыс көлеміне байланысты ақша алады. Жұмысқа тұрамын деушілер көп, ол жағынан еш қиындық жоқ. Қазір 100 адамда жұмыс істеп жүр. Жазға маусымда келіп қалды, жуырда түнгі кезекті қосып, тағы 50 адамды жұмысқа шығарамыз. Жалақылары төлем карточкаларына аударылып отырады. Негізі берешегі бар сотталғандарды жұмысқа аламыз. Ағымдағы жылдың мамыр айында Еңбек Республикалық мемлекеттік кәсіпорындағы Павлодар филиалында облыс орталығындағы 3 түзету мекемелерінде, яғни АП 162-2, 162-3, 162-4-те барлығы 329 сотталған адам жұмыс істейді. Жұмысшылардың орташа жасы 34-35, ең жасы 20-да, ең үлкені 72 жаста. РГП «Еңбек» создана организация для того, чтобы осужденные могли работать на учреждениях. Еңбек Республикалық мемлекеттік кәсіпорны бас бостандығынан айырылғандарының мекемесі. Өндірістік аймақта жұмыс істеу үшін құрылған ұйым. Біз жүрген АП 162-4-те темір бетон өнімдері, жайлау модульді вагондары, модуль блоктары жиналады. Негізгі мақсатымыз қамаудағыларды еңбекпен қамтамасыз ету. Қабырғамыз 2008 жылы қаланған. Мұндағы өндірістік орындар бізге тиесілі. Түзеу мекемесі тек жұмыс күшін береді. Алдымен сұраныс жібереміз. Сотталғандардың бұған дейін қайда кім болып істегенін анықтап, үміткерлерді қарастырамыз. Павлодар қаласында 3 бекетіміз бар. Олар АП 162-2, 162-3, 162-4, АП 162-2-де макарон өнімдері білдегі бар. Ол құралдан өндірілетін макарон өнімдері сотталғандардың өздері тамаққа қосып жейді. Мақсатымыз өндірісіміз бойынша нарыққа шыққымыз келеді. Өмірдегі сан талай жолда тайып сүрінгендердің бүгінгі мекені темір тор. Алайда адамдық, адалдыққа тәрбиелеп, шақыратын үндеулердің бірден бір жолы еңбек. Еңбектің арқасында түзету мекемелерінде қамаудағылар құрылыс монтаж жұмыстары, темір бетон өнімдерін жасау, металл өңдеу және металл құрылымдарын жасау, жиһаз, ағаш өнімдері, тігін өндірісі, ПВХ мен пластик өнімдерін жасау сынды салада шеберлігін шыңдап келеді. Алдағы меже нарыққа шығу.